Мен талап мектеп бөбекжай кешенінің 9 сынып оқушы Сайынова Садақбекқызы. Менің сүйікті кітабым Дулат Исабековтың Гауһартас повесі. Бұл кітапта Алматы облысындағы ауыл тіршілігін керемет бейнеленген. Бұл отбасыда әкесі, анасы және 2 баласы және жаңадан түскен келін туралы шығарма. Яғни бұл кезде әйел тағдыры туралы қатты бейнеленеді. Яғни күйеуінен ешқашанда жылулық көрмей салтанат өмірден өтеді. Салтанат Әбіштің бәйге атын мініп, қан сорада кілкі қуып кеткені үшін де таяқ жейді. Бұл шығарма қолда бар алтынның қадірі жоқ дегенді тереңірек түсінуге көп мүмкіндік береді. Яғни бұл кітапты сіздерге оқуға кеңес береді.